Баршаңызға қайырлы күн, есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нағыз қазақша десерт жент әзірлейміз. Шоколадты жент дайындауды да көрсетемін. Бұл дегеніміз дайын бизнес идея. Сіз мұндай жентті жеп көрмедіңіз. Табыс табуға болатындай ерекше дәмді әдемі женттің рецептісімен бөлісемін. Бисмиллах деп бастайық. Женттің басты ингредиенті талқан. Талқанға ерітілген сары майымызды құямыз. Майды ең баяу отта араластыра отырып еріту керек. Маргарин емес, сапалы май болуына назар аударыңыз. Тапсырысқа жасайтын жентіміздің келесі басты ингредиенті сапалы қойылтылған сүт. Қойылтылған сүтпен жасалған жент тым тәтті емес, сондай жағымды сливочный тәтті болады. Келесі кезекте табиғи бал қосамыз, сұйық түрін таңдаңыз. Бал қосуға кеңес беремін, өйткені бал өзінің әдемі дәмін берумен қатар жентіміздің жабысқақтық қасиетін арттырады. Енді мұқият араластырамыз. Бастапқыда силиконды күрекшемен, кейін қолғап киіп, қолыңызбен араластырсаңыз болады. Бүгін жент дайындағанда осындай мейіз және жаңғақтар қолданамын. Қолымызбен женттің жабысқақтығын тексереміз. Жалпы талқан әртүрлі болады, бидайдан немесе тарыдан жасалады. Кейбір талқан түрлері майды өте көп сіңіріп алады. Сондықтан төменде көрсетілген мөлшерлер ауытқуы мүмкін және жабысқақтығына қарай реттейсіз. Талқанның формасын келтіру үшін осындай силиконды формалар қолданамын. Мұндай форма болмай жатса, каналымда ешқандай формасыз, тіпті балсыз жент дайындаудың рецептісі видеосы бар. Сол видеоға төменге сілтеме қалдырып кетемін. Жентіміздің құрамына аз ғана мейіз қостым. Енді формаларымызға тығыздап орналастыратын боламыз. Формамыздың түбіне жаңғақтарды қоятын болсақ, жентімізді алған кезде беті сондай сәнді, әдемі болып тұрады. Сонымен қоса жаңғақты жентіміздің дәл ортасына орналастырсаңыз да болады. Форманың түбіне аз ғана кокос жоңқасын немесе вафельная крошка, яғни вафли үгіндісін қолдансаңыз, жентіңіз өте әдемі, сәнді болады. Формамыздың бетін ауа өтпейтіндей жауып, мұздатқышқа немесе тоңазытқышқа жібереміз. Мен мұздатқышқа жіберемін, сонда тез арада жент қатып, формасын ұстап дайын болады. Талқан ісінеді, майды өзіне көп сіңіріп алады, сондықтан формаларға орналастыру барысында женттің жабысқақтық қасиеті азаюы мүмкін. Олай болған жағдайда аз ғана шамамен 50 грамм сары майды ерітіп қосып жіберіңіз. Мына формада тек жүрек формасын қолданамын. Форманың түбіне жаңғақ орналастырып, жентімізді тығыздаймыз. Құрметті менің сүйікті алтындай көрермендерім, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Видео ұнаса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Әрбір лүпіл, әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алда керемет пайдалы видеолар болады. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, жаңа видеоны бірінші болып көресіз. Женттеріміз мұздатқыштан шықты, формасын жақсы ұстайды. Осындай кішігірім капсулаларға орналастырамыз. Классикалық жентіміз дайын болды. Дастарқаныңыздың сәнін келтіреді, дәмі тіл үйіреді. Шетелдік эклер, макарон десерттерінен асып түспесе кем емес. Қазіргі таңда женттің ерекше сәнге айналып, тек ұлттық мейрамдарда ғана емес, күнделікті дастарханнан табылып жататындығы қатты қуантады. Енді шоколадты жент дайындаймыз. 100 грамм Қазақстан шоколадын осындай кондитерлік қапқа салдым.
ыстық қайнаған суға біртіндеп салып ерітетін боламын. Шоколадты суға батырып тастап кетпеңіз, ол күйіп, іріп кетуі мүмкін. Орамалмен шоколадтың сыртынан басып, жылуды біркелкі етіп таратып еруіне көмектесеміз. Шоколад толықтай еріді, қатты бөліктері жоқ. Қолданған формаларымызды жуып, кептіріп аламыз. Өйткені шоколад суды ұнатпайды. Ерітілген шоколадымызды формамыздың жартысына дейін құямыз. Үстінен осы формада дайындалған женттерімізді қоямыз, астынан басып жібереміз, сонда жентіміздің беті толығымен шоколадпен қапталады. Мұздатқышқа жібереміз, шамамен 5 минутта шоколад қатып қалады. 100 грамм шоколад 22 дана жентті шоколадпен қаптауға жетеді екен. Қазір шоколадты жент ерекше сәнде, тапсырысқа дайындап, табыс тапсаңыз болады. Көріп тұрғандарыңыздай формадан оп-оңай ажырайды. Нәтижесінде осындай әдемілік шығады. Шоколадты жентті бұрын-соңды жеп көрмеген болсаңыз, міндетті түрде дайындаңыз. Жентпен шоколадтың дәмі керемет үйлеседі. Дайын жентті кеуіп қалмау үшін жабық контейнерде тоңазытқышта сақтаймыз. Дайын жентті тоңазытқышта 2 айға дейін бетін жауып сақтауға болады. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.